Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында жасалынатын өте дәмді күлше нан рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, сұйық майымызды, ашытқымыз бен тұз бен қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын електен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Онда бір тесттен барлығын салып тастамаңыздар, міндетті түрде аз-аздан сала отырып илеңіздер. Қамырды видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қылып илейміз. Илеген қамырымыздың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Міне осымен біздің қамырымыз ашыды, қамырымыз дайын. Енді таразының көмегімен 150 граммнан бөліп аламыз. Қамырымызды бөліп алғаннан кейін домалақтап аламыз. Домалақтаған нандарымызды противенге арасын ашық етіп орналастырамыз да бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Нанымыз 15 минут тұрғаннан кейін тағы біраз көтеріледі. Сосын осылай қолымыздың көмегімен формасына келтіреміз. Нанымызды формасына келтіргеннен кейін вилканың көмегімен тағы басып шығамыз. Себебі нанымыз духовкада пісіп жатқан кезде көтеріліп кетуі мүмкін. Сосын нанымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжылтуымызды сеуіп, 190 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Әр духовка әртүрлі болғандықтан нандарыңыз қызарып піскен кезде духовкадан ала берсеңіздер болады. Осымен біздің күлше нандарымыз дайын. Жасап көріңіздер, үйдегі бар заттармен жасалынады. Жасалуы да өте оңай. Бір жасасаңыздар, қайта-қайта жасайтын боласыздар. Себебі нанымыз өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ пышный болады. Және де өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.